Қайырлы күн балалар. Елдер мен аймақтардың экономикалық дамуындағы географиялық кеңістіктің рөлі. Бірінші, географиялық кеңістік деген не? Соған жауап берейік. Географиялық кеңістік дегеніміз белгілі бір аумақта орналасқан және уақыт ішінде дамитын географиялық нысандардың қарым-қатынастарының жиынтығы. Географиялық кеңістікте әрбір нысанның өзіндік орны бар. Ол уақыт ішінде өзгеріске түседі және өзі де қоршаған ортаны қалыптастыруға қатысып, басқа нысандарға ықпал етіп отырады екен. Географиялық кеңістік табиғи және қоғамдық үдерістер жүретін аумақ қана емес, барлық нысандар мен үдерістерге ықпал ететін фактор. Географиялық кеңістік елдер мен аймақтардың экономикалық дамуында да үлкен роль атқарады екен. Маңызды роль атқарады деп айтсақ болады. Қазіргі кезде экономикалық кеңістіктік модельді жасаған американдық экономист, геосаясаткер Эммануэль Валерстайн. Қазір біз Валерстайнның экономикалық кеңістіктік моделін жасайық. Яғни ол ғалымның атын жазып қойайық, жаттап аламыз, Яғни бұл модель Валерстайнның экономикалық моделі деп айтады екен, кеңістіктік моделі. Яғни ол модельде бірінші орталық елдер дейді. Қазір жеке тоқталатын боламыз. Орталық елдердің айналасында ол жартылай периферия елдері және оны айланып жатқан периферия елдері. Бұл Валерстайнның экономикалық кеңістіктік моделі екен. Яғни әлемдік экономикалық жүйелердегі геосаясат тұрғысынан түсіндірген әлемдік экономикалық кеңістікті біз 3 бөлікке бөліп қарастырамыз екен. Біріншіде ол ғаламдық орталықтар. Немесе бұларды біз әлемдік ядролар деп атаймыз екен. Ядролар. Бұл елдерге қайсы елдерді жатқызуға болады? Яғни ол Америка құрама штаты, Жапонияны жатқызуға болады. Және әрине Европалық одақтағы елдерді жатқызуға болады. Европалық одақ елдері. Ал енді бұл елдердің ерекшелігі неде? Бұл елдер әлемнің экономикалық даму қарқындылығын анықтайтын интеллектуалды және ғылыми техникалық орталық қызметін атқаратын елдер екен. Және әлемдік экономикаға жаңа технология, жаңа білім беретін елдерді ғаламдық орталықтар деп атаймыз екен. Екінші ел немесе екінші бөлік жаңа кеңістіктегі бұл жапсарлас өтпелі аймақтар. Немесе оларды біз жартылай периферия елдері деп атаймыз. Периферия. Ал енді бұл жапсарлас өтпелі аймақтарға қайсы елдерді жатқызуға болады екен? Португалия, Ирландия, ТМД елдерін жатқызамыз және Балқан түбегіндегі елдерді жатқызамыз екен. Балқан түбегіндегі елдерді. Оңтүстік шығыс Азия елдерін жатқызамыз. Бұл елдерді біз жартылай периферия елдер деп атаймыз. Орталық елдермен салыстырғанда бұл елдерде технологиялық деңгейі төмен өнім өндіреді және орталық елдердің жоғарғы технологияларын сатып алуға мәжбүр екен. Бірақ бұл елдер үшінші топтағы периферия елдерінің саудада өзінің басымдықтарын көрсетеді екен. Сонымен үшінші бөлік бұл шет аймақтар. Немесе оларды біз периферия елдері деп атаймыз.
Енді бұл топқа қайсы елдегі елдер жатады? Азия, Африка, Латын Америкасы және мұхиттық аралдағы даму деңгейі төмен елдерді жатқызуға болады екен. Бұл елдер орталық елдерге, яғни мына ғаламдық орталық елдерге экономикалық саяси тәуелді елдер екен. Ал енді жалпы географиялық кеңістіктегі Қазақстанның экономикалық дамуына тоқтайтын болатын болсақ, жалпы Қазақстан алып құрлықта орналасуы, Ресеймен, Қытай мемлекетімен шектесуі, аумағының үлкен болуы, табиғат ресурстарына бай болуы және ықпалды саяси күштері әрекеті аз аймақта жатуы бұл географиялық кеңістіктегі орны деп айтсақ болады. Ал жалпы елдің географиялық және экономикалық ерекшеліктеріне айтатын болсақ, бізде үлкен аймақта көлік қатынасының қиын болуы, соған байланысты осы географиялық кеңістікте экономикалық дамуда көлік жүйесін жақсарту жұмыстары жүзеге асуда деп айтсақ болады. Міне балалар, жалпы біз Валерстайнның моделімен экономикалық және оның үш бөлігімен қарастырдық. Олар ғаламдық орталықтар, жапсарлас өтпелі аймақтар немесе жартылай периферия елдері және шет аймақтар. Және біз ол елдерге қайсы елдер жатады және олар бір-бірімен қандай деңгейде айырмашылық жасайтынын қарап өттік. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.